Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен шоколадты пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Осында бетіне шоколадный глазурь жасайтын боламыз. Менің YouTube арнамда күнделікті рецепттер шығып тұрады, сондықтан арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Шоколадты пирог өте нәзік болып шығады, дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстіне шым-шым тұз сеуіп және қантымызды салып, бірден миксердің төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Жұмыртқамыз осылай екі еселенеді, үстіне сұйық майымызды құйып, тағы бір араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне какаомызды салып, елеуіштен өткізетін боламыз. Себебі какаоның түйіршіктері болады, міндетті түрде осылай елеуіштен өткізіп аламыз. Және де үстіне қопсытқышымызды салып, және ас содасын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамызға құрғақ ингредиенттерді салып, алғашында миксерді қоспай араластырып аламыз, кейін миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Үстіне ыстық суымызды қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Формамызды майлап алып, дайын болған қамырымызды құйып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Оған дейін шоколадты глазурь дайындаймыз. Қантымызды салып, жүгері крахмалын, какаоны және сұйық майымызды құямыз. Үстінен суымызды құйып, жақсылап лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Түйіршіктер болуы мүмкін, оның барлығының кетуі міндетті емес, бірден отқа қоя берсеңіздер болады. Баяу отта тоқтатпай араластыра отырып, қоюланғанша қайнататын боламыз. Шоколадты глазурь осылай бірте-бірте қоюлана бастайды. Әбден қоюланған сәтте отымызды өшіреміз. Міне осылайша біздің шоколадты глазурьмыз дайын болады. Пирогымыз піскеннен кейін, әбден суығаннан кейін формадан босататын боламыз. Дайын тұрған шоколадты глазурьмызды үстіне құямыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлесеңіз болады. Мен үстіне осындай узор салдым. Және де бірден балаларымыз қатты қызыққандықтан бірден ыстық күйінде кесілді, бірақ өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған кәмшат, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.